Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Мынау енді сіздерге мен көрсетейін деп отырмын. Қазір енді интернеттің дамыған кезі ғой. Фейсбукты ашсаң да осы реклама, Инстаграмды ашсаң да осы реклама, тағы не бар. Қандай сайттар. Қай сайтты ашсаң да міне осы домашняя клубника, урожай свежих вкусных ягод, прямо үйдің ішінде мынандай куст, керм осы реклама болып жатыр. Минимум место дейді, мынау орташа алғанда міне 10 сантиметрде 8, а глубинасы 4 сантиметр. Міне өздері жазып қойыпты мына жерге, дополнительно мен де тоже есептедім. Онда биіктігі коробканың былай 8 и былай тұрады. Енді мынау ішінде әлі ашқан жоқпын мен. Кеше келді маған осыны видеоға түсіріп сіздерге көрсетейін деп. Осы клубника туралы кеше тоже ютубтан қарадым. Енді бұл лохотрон деп жатыр да. Бүйтіп ойлап қарасаң, құртақандай коробка да. Мынадан қалай 3 килограмм 2 апта сайын клубника шығады. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. 3 килограмм клубника. Енді бұған бүйтіп көрсетіп қойыпты. Тіпті горшокке де егудің қажеті жоқ деп, ешқандай орын алмайды деп, өзі құртақандай коробка. Мына жерде қайшымен қиып, міне осы жерден ойып, қайшымен қиып, ішінде целлофанда, міне целлофанда мынандай клубниканың сажыншысы да. Мынау осыны енді менің ойымша мына жерден крес қылып кесіп, мына жерді ашып, мынау жаңағы коробканың ішінде бүйтіп тұрады екен де, тұрады да, сосын мынадан жаңағы ойып құйып аламыз ғой енді. Осыған су құйып тұрамыз да. Бір стакан аптасына 2 рет 3 рет су құйып тұру керек дейді де. 3-ші аптада уже урожай жинап аласың дейді. Мына жерге қоя тұрайын. Урожай жинап аласың дейді. Так, мына жерде бәрі тіпті сену қиын енді. Сену қиын. Бір аптада, 2 аптада өсетте, мынандай құртақандай коробканың ішінде де көрініп тұр ғой. 2 апта сайын қалай мынадан клубника 3 килограмм жинап аламыз. Енді соны кеше ютубтан қарап едім, бұны лохотрон, өтірік, алдап жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген әңгімелер көп енді. Мен де қараймын ғой енді. Енді осыны сіздермен бірге мен де егіп көрейін деп едім. Себебі кешегі бір еккенде осы марттың басында алған, марттың аяғына дейін, бүгін марттың 30-ы мен сіздерге түсіріп көрсетейін деп тұрмын. Марттың басында алып, бір әйел отырғызып, Россиянікі отырғызып, марттың аяғына дейін көрсетті. 2 жапырақ беруін берген, бірақ енді клубника жоқ. Бір ай болды уже. Марттың кеше 29-28-інде ма түсіріп көрсеткен, уже жапырағы өліп жатыр. Енді ол шарбақтың жаңағы егінмен айналысып жүрген, үйдің гүлдерімен айналысып жүрген адам неужели мынандай клубниканы шығара алмайды да? Енді гүл өсіріп жатырмыз, керемет садовод болмағанменен барын білеміз ғой, кішкене болса да. Енді осындай клубниканы біз қалай өсіре алмаймыз? Значит, бізді алдап тұр ма? Әлде мен түсінбедім. Енді осыны сіздермен бірге, осыны қазір отырғызып көрейік. Енді мен бұны бұл коробкаға екпін келіп тұрған жоқ, бұл енді өскеннен кейін бұның гүл өткенде бұның астында тесігі болу керек қой, тамырына ауа кіру керек, артық сулары кету керек да, артық су кету керек. Енді бұл су қайда кетеді, неге кетеді, тіпті ойға сыймайтын нәрсе де, құртақандай орын алмайды, өзі мынандай коробканың ішінде клубника өседі, 3 кило клубника береді дейді. Енді мен бұны осы сразу мына кішкентай горшокке егіп сіздермен бірге өсіргім келіп тұр. Апта сайын түсіріп көрсетейік. Қарайық. Мынау енді клубника. Мынандай ішінде сажынсы бар екен. Бисмилля. Сажынсы бар екен. Мынау так, мынау значит беріп жатыр. Міне, көріп тұрсыздар да? Мынау бұның ішіне удобрение ештеңе құймайсыз деп жазған. Ештеңе құймайсыз. Прямо бәрі готовый деп жазып тұр. Тек жаңағы пакетті тесесізде, мына коробканың төбесін тесесінде, сол жерін шығарып қойып, тек суды құя бересін дейді. Тамыр енді вроде нормально. Да? Уақ тамырлары, свежий тамырлары көп. Бұны кеше осылай ештеңе жасамастан үйстіп, бір әйел екті. Енді мен де сөйтіп егіп көрейін. Сосын жайлап су құйып тұрамыз да. Мынау енді былай беріп тұр. Мына жерде уже отростығын беріп жатыр. Бізде сөйтіп егіп көрейік.
Мынаны вообще расправлять надо бүйтіп. Жату керек қой. Бұл түбіне қарамау керек, жату керек. Егер дұрыс емес егіп атсам, сіздер айтарсыздар. Мына өзінің топырағын керім деген себек. Айтты, осының ішінде бәрі бар деп, даже удобрение де салмайсын деді. Міне. Қытақандай салапанның ішіне ол қалай өседі? Одан да сразу горшокқа егіп көрейік. Қанша килограмм клубника береді екен? Оған дейін жетсек. Деп жайлап аздап су құйып қояды. Топырағының өзі де дымқыл енді. Міне 8.000-ның клубникасы. Почтамен, посылкамен келді. Мен енді көрейін деп алдым. Қызық көріп. Бірақ кеткен есіл ақша. Бұны ауылдан да таныстарынан, тамырларынан спокойно түбін алуға болады ғой. Бірақ бұл үйде өсет деп керім дегесін қарап атырық. Адамды алдаудың қандай түрлері бар. Енді шықпай қалып жаңағыдай болса, енді сіздерде қараңыздар, алданып қалмаңыздар. Міне. Осындай қылып көрейік. Бүгін 30 март. Жайлап сіздерге апта сайын Алла бұйыртса көрсетіп тұрам. Бар айтайын дегенім осы. Реклама деген енді өтпей тұрған затты реклама жасайды ғой жалпы. Өтіп тұрған затты реклама жасамайды. Жарнама жасамайды. Өтпей тұрғасын енді сөйтіп жасайтын болар, білмеймін. Қайдан білейін. Алып, егіп көрдік. Бар айтпағым осы. Заман тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.